Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мерейлі отбасы күніне орай жасөспірімдер кітапханасына еңбегі сіңірген ардагеріміз Шұға Ахмеди апамыздың шаңырағына қош келдік. Сонымен қатар жасөспірімдер кітапханасына 40 жылдық мерейтойына орай тұспа-тұс келіп отырмыз сіздің шаңырағыңызға. Сізге енді сұрақ қойсам деймін, сіздің осы өмір жолы кішкене болса да тарихыңызды айтып өтсеңіз. Мен осы кітапхана саласында 40 жыл еңбек еттім. Оның ішінде ең алғашқы осы жасөспірімдер кітапханасы ашылғанда сол жерден бастадым еңбек жолымды. Ол кітапхана бұрын Иртыш-Канал-Строй кітапханасы болатын. Содан кейін жасөспірімдер кітапханасы болып ауысты. Ол жерде де қызмет істедім. Балалар кітапханасында да қызмет жасадым. Кітапхана бойынша бүкіл бөлімде жұмыс істеп шықтым. Зейнеткерлікке осы жасөспірімдер кітапханасына шықтым. Енді қазіргі таңда үйде зейнеткермін, 4 баланың анасымын, 8 немерем бар. Балаларым барлығы өз саласымен жұмыс істейді. Біреуі бизнес саласында, біреуі нефтепроводта жұмыс істейді. Үшінші қыз балам менің жолымды қуып кітапханашы Қарағандыда Абай атындағы балалар кітапханасында жұмыс істеді. Қазір декреттік демалыста. Одан кейінгі қыз балам мұғалімдік қызметте. Бәрі өз саласында жұмыс істеп жатыр, бақытты өмір сүріп жатырмын. Енді сіз жасөспірімдер кітапханасында істеп жүргенде өзіңіздің бір ерекше марапаттарыңызды атап өтсеңіз. Ерекше марапатым енді облыс мәдениет бөлімінен Рымбала Кенжебалиевнадан алғыс хат алдым. Одан кейін аудан әкімі Шайдаровтан құрмет грамотасын алдым. Өзіміздің аудандық мәдениет бөлімінен бірнеше алған марапаттарым бар. Әскеріміз Қызылбаева Зәуренің жетекшілігімен кітапхананың 70 жылдығына байланысты мынандай кітап шығарылды. Осы кітапхананың ішінде мен де бармын, басқа да кітапханада жұмыс жасаған бүкіл кітапханашылардың өмірбаяны, марапаты осы кітаптан оқып көре аласың. Ал енді біздің өзіміздің осы тұрақты оқырмандарымызға жақсы лебізіңізді білдірсеңіз сөз соңыңызда. Енді қазіргі оқырмандарға тілейтінім енді қазір әртүрлі жаңадан ақын жазушылар шығып жатыр, жергілікті ақын жазушылар, жас жазушылар шығып жатыр. Сол оқырмандарға енді өздерінің білімдерін тереңдетіп, кітап оқуға шақырамын. Құрметті оқырмандар, осымен сұхбатымыз аяқталды деп ойлаймын. Енді сізге осы еңбек демалысында отырса, бәлен жыл кітапханада қызмет атқардыңыз, еңбегіңіз еленіп, сіздің осы жасөспірімдер кітапханасына көп еңбегін сіңіргеніңізге өте қуаныштымыз, біз мақтан тұтамыз. Осындай кітапханашыларымыз бар екеніне отбасыңызға бақыт, береке, ынтымақ тілеймін. Үйлеріңіз шаттыққа толсын. Осы біздің кітапханамыздың кішкене де болса да сыйлығымыз бар. Осы кітапхана әрқашанда өзінің кітабымен сыйлы дейді ғой. Сізге осы шағын ғана сыйлығымызды естелік ретінде қабыл алыңыз. Рахмет. Кітаптан артық байлық жоқ, рахмет. Мынау және де өзіміздің Сәкен Сейфуллиннің кітабы. Оқимын, оқығанмын да, әрі қарай да оқимын. Рахмет, көптен көп. Сізге де рахмет. Сыйлап, осылай келіп, құттықтап, елеп атқандарыңа көптен көп рахмет. Ал енді құрметті оқырмандар, сау, саламатты болайық.